Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Балқыз. Біз бүгінгі видеода осындай керемет дәмді әкелер дайындайтын боламыз. Дайындалу оп-оңай әрі тез. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға су мен сары майды қосып салып, сары майды жақсылап ертіп аламыз. Газдың отын жай басып қоямыз, себебі суымыз қатты қайнап кетпеу керек, бір қалыпта болып тұру қажет. Сосын бір шымшым тұз қосамыз. Сары май толықтай еріген соң електен өткізілген ұнымызды қосып араластырамыз. Ұн қосып жатқанда газдың астын мүлдем өшіріп тастасақ болады. Тез араластырып, ұнымыздың пісіп қалмауын қадағалаймыз. Сосын 4 жұмыртқаны біртіндеп жарып салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмыртқа қосқан соң осылай бөлшек болып бөлініп қалады. Оған қорқып кетпеңіз, әрі қарай араластыра береміз. Біздің қамырымыз осындай консистенцияда болып шығады. Сұйық та емес, қатты қою да емес, бір қалыпта созылмалы болу қажет. Енді дайын болған қамырымызды кондитерский мешокқа салып, видеодағыдай етіп пергамент бетіне арасын ашып сығып шығамыз. Әкелерімізді сығып болған соң бетіне міндетті түрде қант ұнтағын аздап сеуіп шығамыз. Ол біздің әкелеріміздің әдемі болып пісуіне көмектеседі. Енді әкелеріміздің кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен салқын сливкимізді аздап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Сонан соң үстіне творожный сырымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Осындай қою формасын ұстап тұратын болып шығады. Біздің әкелеріміз осындай әдемі болып пісіп шықты. Енді ішіне кремімізді сығып салып шығатын боламыз. Мен мынадай басы кішкентай насатқа қолданатын боламын. Видеодағыдай кремді әкелеріміздің ішіне сығып салып шығамыз.
Мінекей біздің керемет дәмді болып шығатын экілеріміз дайын болды. Мен бетін осылай қант ұнтағымен әсемдедім. Басқа да шоколадпен әсемдеуге болады, болмаса бетіне ешнәрсе істемесеңіздер де әдемі болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Оңай әрі тез дайын болатын экілеріміз өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Сіздермен бірге болған Балқыз.